Облыс орталығында биыл қала көшелерін жөндеу жұмыстары қызу жүргізілуде. Тіптен мүлдем асфальт көрмеген көшелерге де жол салынбақ. Бұндай көшелер екінші Павлодар аумағында көп екендігі белгілі. Бүгін депутаттар бұл бағыттағы жұмыстардың қалай атқарылып жатқандығын көріп қайтты. Биыл Павлодар қаласы бойынша 36 шақырым жаңа асфальт төсеу жоспарланып отыр. Осылайша бұрын мүлдем асфальт болмаған бірқатар көшелерге тас жол төселмек. Бұдан бөлек қала бойынша 12 көшеде жөндеу жұмыстары жүреді. Олардың ішінде облыс орталығындағы негізгі деген Мәшһүр Жүсіп, Ломов, Торайғыров, Бұқар Жырау сияқты көшелер бар. Депутаттар жасалған жұмыстардың сапасын тексеру мақсатында мердігерлермен кездесіп бірқатар ескертпелер жасады. Енді айтатын болсақ, мынау колодец дейміз ғой, жолдың бетінде шығып тұрған мынау құбырлардың деңгейі енді асфальтпен бірдей болу керек. Соған да назар аударып отырмыз. Енді кеше мынау әлеуметтік желілерді оқып отыратын болсақ, о жерде бір қаламыздың тұрғыны Бұқар Жырау музейінің жанындағы көшенің бір кішкене асфальттауына бір кішкене назарлық білдірген болатын. Оған бүгін әріптестерімізбен барып шыққан кезде анықтадық. Әрине, о жердің сапасын жөндеу керек. Жалпы жолға қатысты жұмыстарды қыркүйек айына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Сонымен қатар биыл қаланы абаттандыру жұмыстарына да баса мән беріліп отырғаны белгілі. Солардың бірі шаһардың саябақтары мен парктеріне гүл отырғызу жұмыстары. Депутаттар бұл жұмысты да назардан тыс қалдырмай өз ұсыныстарын білдірді. В сторону экономии денежных средств путем высадки, наверное, многолетних цветов, а высвободившие деньги уже тратить на другие программы по озеленению города. Вот надо нам, Сандуғаш Кальдина, в этом направлении подумать, мозговой штурм, с научной стороны подойти. Айта кететін бір ұсынысымыз біздің бұл көп жылдық гүлдерді отырғызсақ та деген бір ой бар. Ал енді одан қалған қаражатты басқа да осы бағдарламаның шеңберінде басқа да гүлдерді басқа жерлерге отырғызып масштабированный жағына қарай жұмыс істеуіміз келеді. Оның барын біз әріптестеріміз атқарушы билікпен отырып ақылдасып, ғалымдарды шақырып, мердігерлермен бірге осы жұмыстармен қарай жүргіземіз бе деген ойымыз бар. Қаланың игілігіне бағытталған қаржы көздеген мақсатына жетіп, халықтың пайдасына жұмыс жасауы керек. Депутаттар бұл жұмысты әрқашан қадағалайтындықтарын айтады. Жанасыл Серікбол, Алексей Мехедов, Ертіс ақпарат.